Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай үй жағдайында жасайтын дәмді борщ дайындайтын боламыз. Борщымыз өте дәмді болып шығады, менімен бірге дайындап көріңіздер. Алдымен етімізді астын баяулатып, отқа қоятын боламыз. Үстіне тұз салып, жақсылап қайнатамыз. Қайнаған тамағымыздың көбігін алып, астын баяулатып қоямыз. Майға жуамызды салып қуырып, үстіне сәбізімізді салып, біркелкі қуыратын боламыз. Болгар борщын саламыз. Қызанағымызды саламыз. Қызылшамызды саламыз. Сарымсағымызды салып, жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Томатымызды саламыз. Қырыққабатымызды саламыз. Осылай бұқтырып қуыратын боламыз. Аздап татымына қарай тұз саламыз. Қайнаған етіміздің үстіне салып, осылай жаймен астын жайлап қоятын боламыз. Татымына қарай тұз салып, лавр жапырағын салатын боламыз. Осылай тамағымыз жақсылап қайнайды, үстіне картопымыз салып, жарты сағат қайнататын боламыз. Тамағымыз дайын болды. Осылай тамағымыз өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.